Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Бүгінгі біздің грамматикалық сабағымыздың тақырыбы ауыспалы осышақ. Переходное настоящее время. Ауыспалы осышақ тұрақты, дағдылы және қайталанып отыратын іс-әрекетті білдіреді. То есть переходное настоящее время выражает действия, которые выполняются постоянно, обычно. Вот так. Етістіктің ауыспалы осышағы етістікке көсемшенің а, е, и жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, құс ұшады, адам сөйлейді, тағы да басқа. Переходное настоящее время образуется путем присоединения к корню глагола суффиксов причастий а, е, и. Жасалу жолы. Қараңыздар, етістік плюс а, е, и плюс жіктік жалғауы. Мысалы, студенттер үнемі футбол ойнайды. Вот, видите? Мен күнде жұмысқа барамын. Я каждый день хожу на работу. Мен спортпен айналысамын. Я занимаюсь спортом. Когда? Неизвестно. Это обычно. Каждый день, не знаю, постоянно. Мен күнде таңертең кофе ішемін. Я каждый день по утрам пью кофе. Мен кешке саябаққа барамын. И так далее. Студенттер, вот мына қараңыздар, студенттер қазір футбол ойнап жатыр. То есть это қазір, данный момент, они сейчас играют в футбол. Студенты үнемі футбол ойнайды болса, они постоянно играют в футбол. Мінекей осылай. Мына жерде ол қазір газет оқып отыр, нақ осы шақ. Он сейчас, данный момент, сидит и читает газету, мысалы, он данный момент. Ол күнде газет оқиды. Он каждый день читает газеты. Мінекей, жекеше түрі, көпше түрін қарасаңыздар болады. Мен оқимын, сен оқисың, сіз оқисыз, ол оқиды. Біз оқимыз, сендер оқисыңдар, сіздер оқисыздар, олар оқиды. Мен күнде кітап оқимын. Я каждый день читаю книгу. Менің қызым күнде телефонда отырады. Менің қыздарым күнде телефонда отырады. Они сидят в телефоне каждый день. Мои, дочи, девочки. Енді мен Талдықорғанда тұрамын дейді. Я живу в Талдықорғане. Мен Талдықорғанда тұрамын. Дүкен сағат 10-да ашылады, кешкі 8-де жабылады. Магазин открывается в 10 часов, а закрывается в 8 вечера. Дариға университетте оқиды. Дариға учится в университете. Өте жақсы. Достар, енді бізге осы грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болу үшін біз енді практикум бөлігіне келіп жеттік. Нужно найти слова в ауыспалы осышақ. Олай болса кеттік. Біздің қалада жаңбыр күнде жауады. Біздің қалада, в нашем городе, дождь, күнде жауады. Дождь идет каждый день. Кеше жаңбыр жауды. Вчера шел дождь. То есть это прошедшее время. Ол би билейді. Когда неизвестно, постоянно. То есть она танцует. Или он танцует, без разницы. Олар қазір диванда отыр. Они сейчас, в данный момент, сидят в диване, на диване. Атамыз бен әжеміз ауылда тұрады. Атамыз бен әжеміз, наша дедушка и бабушка, ауылда тұрады. Живут в ауле. Бұл переходное настоящее время. Менің қызым 3-ші сыныпта оқиды. Менің қызым, моя дочь, 3-ші сыныпта, в 3-м классе
учится. Демек, бұл бізде ауыспалы осы шақ. Мен күнде сағат 3-те дүкенге барамын. Я каждый день в 3 часа хожу в магазин. Бұл переходное настоящее время. Мен жексенбі күні үнемі кеш жатамын. Ну, это тоже, да? Я по воскресеньям всегда ложусь поздно. Теледидардан президент сөйлеп жатыр. Теледидардан президент сөйлеп жатыр. То есть в данный момент президент выступает в телевизоре. Сөйлеп жатыр, он сейчас в данный момент он говорит, выступает. Өте жақсы. Достар, енді екінші тапсырманы орындаңыздар. Жақшаларды ашып, етістіктерді ауыспалы осы жақта қолданыңыз дейді. Откройте скобки, употребив глаголы в ауыспалы осы шақ. Бұл Енжу. Ол қазақша жақсы сөйлейді. Өйткені Қазақстанда тұрады. Көрдіңіз ба? Это Енжу. Он по-казахски говорит хорошо, потому что он живет в Казахстане, дейді. Он учится в национальном университете. Национальный университете. Қалай болады? Ол ұлттық университетте оқиды. Үшіншісі, Енжу қазақ халқының дәстүрін знает, біледі. Қазақ отбасына, в казахскую семью, жиі, часто қонаққа барады. Ходит в гости. Қонаққа барады. Төртінші. Енжу қазақша ән айтады. Етті, бауырсақты жақсы көреді. Ол табиғатқа жиі выходит, шығады. Оған шымбұлақ нравится. Қалай болады? Ұнайды. Өте жақсы. Онда Енжу шаңғы. Там он катается на лыжах. Шаңғы тебеді. Өте жақсы, достар. Тамаша. Енді үшінші тапсырманы орындаймыз. Келісіміңізді білдіре отыра сөйлемдерді аяқтаңыз. Нужно закончить предложение, выражая свое согласие. Мүслім шахмат ойнайды. Мен де шахмат ойнаймын. Мен жемісті жақсы көремін. Дәурен де жемісті жақсы көреді. Любит фрукты. И Дәурен тоже любит фрукты деген ғой. Дәурен де жемісті жақсы көреді. Әкем етті ұнатады. Менің әкем де етті ұнатады. Нұрбек велосипед тебеді. Я тоже катаюсь на велосипеде. Мен де велосипед тебемін. Әлия көйлек тігеді. Оля да көйлек тігеді. Келесі. Әсел ертегіні жиі оқиды. Әсел ертегі, это сказка, жиі, часто оқиды, читает. Менің қызым да ертегіні жиі оқиды. Часто читает сказку. Сүлеймен фильмді жиі көреді. Біз де фильмді жиі көреміз. Менің атам атқа мінеді. Мен де атқа мінемін. Әжем бауырсақ пісірді ме? Но здесь прошедшее время, да? Получается, бабушка спекла бауырсаки. Анардың сіңлісі үйді тазалайды. Сендер де үйді тазалайсыңдар, Марат есепті жақсы шығарады. Мен де есепті жақсы шығарамын. Өте жақсы. Төртінші, меніңше бұл соңғы тапсырма. Етістіктерге қосымшаларды жалғап, сөйлемдерге қажет сөздерді жазыңыз. Впишите нужные слова в предложение, присоединив к ним аффиксы.
Біріншісі, мысалы, ойнау. Менің ұлым күнде теннис ойнайды. Менің ұлым, мой сын, каждый день играет в теннис. Алмагүл күнде балмұздақ жейді. Таиландта жаңбыр жиі жауады. Мен пианинода сирек ойнаймын. Олар үлкен үй сатып алады. Өте жақсы достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Демек, бүгінгі біз тақырыбымызда ауыспалы осы шақты өттік. То есть, переходное настоящее время. Мысалы, енді сіздерге сұрақ. Сіз күнде не істейсіз? Сізге не ұнайды? Мысалы, мен күнде кітап оқимын. Мен күнде жұмыс істеймін. Мен жұмысқа барамын. Кешке тамақ істеймін. Неке осындай сөйлемдер құрастырыңыздар. Және пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.